Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Өмір деген кейде биік, кейде құз, өмір деген кейде шекер, кейде тұз. Қуанышпен араласқан қайғысы, өмір деген кейде жылы, кейде мұз. Иә, өмір оңай емес білгенге, сыйы да бар сынақтарға төзгенге. Көбірек қой ащысынан тәттісі, бұл жалғанда жақсылыққа сенгенге. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Адамның жаманы болмайды, артық сөйлеп қағынбаса, жақсылықты серік етіп, жаман ойға бағынбаса. Адамның жаманы болмайды, игере алса ақыл ойын, атақтан да байлықтан да биік қойса абыройын. Адамның жаманы болмайды, кемшілігін жоя білсе, алдындағы қара шаймен қара нанға тоя білсе. Әзілдесуге болмайтын нәрселер бар. Бір ауыз сөздің өзінен адамдар арасындағы сүйіспеншіліктер жойылып кетуі мүмкін. Себебі, сезім деген өте нәзік нәрсе. Қаралау, әзіл қалжыңға, күлкіге арналмаған арам сөздер жүректі қатайтып, өшпенділік пен зұлымдыққа толтырады. Жаман сөз ешқандай қайыры жоқ, өнімсіз сөз. Соңынан сөздің ермедім, ашуға ерік бермедім. Жеңісі көп өмірге жеңілу үшін келмедім. Біреудің ескі қатесін жария етіп қайтесің. Сүрінгенге күлме өмірде, өзіңде кешікпей жетесің. Біреуді сырттан өсек деме, біреудің дүниесін есептеме. Түкке де жоқ пайдасыз, керексіз сөзді өсиет деме. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкінішсіз жібермейді. Өйткені әйел өмірдің анасы, ал асыл перзент анасын ешкімге де қорлатпайды. Өйткені әйел киелі халық, оның киесі өзін қорлаған еркекті бір атпай кетпейді. Әр адам өмірінің суретшісі, намысы мен арының күзетшісі. Сыртқы әлемі әдемі болу үшін алдымен ішкі әлемді түзетсінші. Әр адам өмірінің билеушісі, сүрінсе тұрғызушы, сүйеушісі. Аяғы тығырыққа тірелгенде, басымен алға қарай сүйреушісі. Әр адам өмірінің қаламгері, әр сәтті жазғанынан қалар белгі. Талай мықты жолына таңба басып, өмірдің тарихында қала берді. Әр адам өмірінің оқушысы, Құдайға сенсе болмас қорқынышы. Бүгінгі өмірдегі алған бағың, ертеңгі өміріңнің қорытындысы.